Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бананды құймақтың оп-оңай рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге 2 банан, ұн, шекер, сұйық май және жұмыртқа, 1 шай қасық қопсытқыш қажет болады. Бананның осындай піскен түрін алыңыздар. Шанышқының көмегімен езіп аламыз толықтай. Жақсы езілетін болады, толықтай піскен түрін алсаңыз. Енді осының үстіне жұмыртқамызды шағып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Шекерімізді қосамыз. Толықтай ертіп аламыз шекерімізді де. Сұйық майымызды құятын боламыз. 1 келігі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне ұнымызды аз-аздан бөліп отырып қосатын боламыз. Барлығын бірден салып жіберсеңіздер, түйіршіктер қалып қоюы мүмкін, сондықтан аз-аздан араластыра отырып салғандарыңыз жөн. 1 келігі араластырып болғаннан кейін табамызды қыздырып, азғантай ғана сұйық май құйып, құймақтарымызды құйып пісіріп алатын боламыз. Осындай бетінде көпіршіктер пайда болады, сол кезде екінші жағын қызартып пісіріп аласыздар. Жасалу оңай әрі дәмді құймақты сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бұл құймақтан бананның иісі де, бананның дәмі де керемет болып шығады. Бір жасағаннан шығатын рецепті кәдеңізге жаратып көріңіздер. Қалған бөліктерінде дәл осы ретпен пісіріп алатын боламыз. Достар, егер менің видеом ұнап жатырған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Және де төменде поделиться бөлімін басып, өз достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Бір жасағаннан осындай керемет болып шығатын құймақтарды жасап көріңіздер дегім келеді. Мінеки біздің жұмсақ болып шығатын құймақтарымыз дайын, дәмді әрі иісі керемет. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.